Омардай ағамызды шақырайық, сәтті ине түскен күні сабағына арма деп тәптөленген шашу шаштық, ордалы оңтүстікке аттап басқан қадамына. Омар Жәлелұлы ағамыз, Евразия ұлттық университетінің оқушысы, филология ғылымдарының кандидаты Батсен ағамыз. Қош келдіңіз, Қареке ағамыз. Қарекет кітабының тұсаукесері құтты болсын аға, адам құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Құрметті ағалар, апалар, бауырларымыз келіп жатыр ақырындап. Бүгін сіздермен жүздесуге мүмкіндік алған Алла тағалаға мүмкіндік берген Алла тағалаға мыңда бір алғыс. Қарекет кітабы шыққалы біраз уақыт болды. Бұл кітап негізі 2016 жылы шыққан, одан кейін 1000 данамен шығып еді, одан кейін тез өтіп кетті де. Басында жұрт өзі түсінбеді, қарекет деген сөзді ұмытып қалыппыз ғой жұрт өзі. Кейін сол қарекет деген сөздің өзі қоғамға кіру үшін біраз уақыт келді. Шынымен де өзі біздің бабаларымыз баяғыдан айтады екен, қарекет түбі әрекет. Бұл біздің асыл дініміз дінмен байланысты екен. Кейіннен біз оны ақырындап, мынау орындалар оңалар дейді ғой. Біздің сол санамыздың түкпірінде сол бұғып жатқан ұғымдар оянып келе жатыр. Сол ұғымдардың бірі ол қарекет ұғымы. Қазір байқайсыздар, қазіргі кезде бұл сөз біздің бүкіл республикаға ақырындап тарап жатыр. Айтуға оңай бағдарламасы қарекеттің идеясын қабылдады, атын өзгертті. Одан кейін қарекет деген қор құрылды. Осы идеямен және жақында сіздер көрдіңіздер, осымен 6-шы баспана алып берді мұқтаж жандарға. Сонда қарасаңыздар, біздің қазіргі кездегі бүкіл тұрмыс тіршілігіміздің барлығы, қарап отырсаңыздар, осы сөздерге байланысты екен. Абай атамыз айтады, сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел дейді. Сонда қарасаңыздар, қазіргі кезде егер біз баз біреулеріміздің тұрмысының тауқыметін тартып жүрсек, баз біреулеріміздің тұрмысының төмен болса, баз біреулеріміздің отбасымызда тыныштық болмаса, баз біреулеріміздің ажырасып жатсақ, баз біреулеріміз тұрмысқа шыға алмай жатса, осының бәрі сөз түзелмегеннен екен ағайындар. Сол сөз түзейтін уақыт келіп деп ойлаймын, неге өйткені Алла тағала бізге сондай бір мейірімін төгіп, 150 жыл орыс отаршылдығынан кейін тәуелсіздікті сыйлады, тәуелсіздікті бізге нәсіп етті. Енді біз есімізді жиып жатырмыз. Қазақта бір жақсы сөз бар, ес жиып етегін жапты дейді. Шын мәнінде қазіргі кезде байқап отырсыздар, біздің осы халқымыздың есін енді жиып жатқан халқымыздың әлі де жоғалтқаны көп, әлі де болса есімізді толық жия алмай жатырмыз, өйткені етегіміз жабылмай жатыр. Мынау негізі етек деген ұғым қазақтың мағынасында бұл рухани тазалықты білдіреді екен. Кезінде сіздер білесіздер, Абай жолы романындағы Базаралы деген кісі болған, балағазұлы, өте мықты, өте. Сонда кейіннен оны Итжеккенге айтып жібереді ғой, сол кезде Итжеккенде жүрген кезде орыстарда бір дәстүр бар екен, аюмен төбелесетін. Сонда мынау жаңағы Итжеккендегі колонияның бастығы айтады, кім-кім осы аюмен жекпе-жек жеңсе, соған біз соны босатамыз дейді. Жаңағы неден каторгадан. Сонда Базаралы шығып, аюмен жекпе-жекке шығады екен. Сонда оң қолмен ұрғанда тісін сындырып, өңешіне кіріп кеткен оң қолмен ұрған, сол қолмен аюды қиындырып өлтірген Базаралы. Жігіттің арыстаны болған. Содан босатып жіберіпті. Үйіне келсе, ағайын туған жиылып бәрі қуанып жатыр дейді. Bir кезде қараса, жары жоқ дейді, өзінің жаңа сүйіп қосылған жары жоқ. Ол неге келмейді дегенде ақсақалдар төмен қарап айтты. Базаралы қарағымыз ұят болып қалдық, сен жоқта ол кісі енді қашан келетінді Алла біледі, басқа бір адаммен көңіл қосып қойып еді, біз ұятты болып отырмыз дейді. Сонда Базаралы айтты дейді, шақырыңдар, мен келіп оң тіземен отырсын. Ол жақта мен де етегімен намаз оқып жүрген жоқпын деп айтты дейді. Міне бұл қазақи кеңдік. Сонда қарасаңыздар, мынау қазіргі кездегі бізде көп адамдар осы қарекетті түсінбегеннен кейін біреу президенттен көреді, өзінің жағдайын төмендеп. Біреу әке-шешесінен көреді, дұрыстық тәрбие бермегенде. Біреу әйелінен көреді.
Біреу күйеуінен көреді. Қысқасы не керек? Бәрі кінәлі, ең соңында адам өзі судан таза, сүттен аппақ болып шыға келеді. Ал шын мәнінде харекеттің негізгі идеясы ол не істесе де адамның өзіне байланысты. Яғни Алла тағаланың бұл хадисі екен негізі. Фи харакатул баракат дейді. Ей пендем, сен харекет етсең ғана мен саған берекет беремін. Осы харекетті түсуіне байланысты адамдар екі топқа бөлінеді екен. Жақсылар және жамандар деп. Жақсы деген кім десеңіздер, осы кітапта да осы көп айтылады. Жақсы дегеніміз біз айтып жүргендей ол сын есім емес екен. Біздің жаңа есімізді жоғалтқанымыз сондай, біз жақсы дегенді орыстың хороший деген сөзімен алмастырып алдық. Бала кезімізде бізге жатататын, білесіздер ғой, мектепте, балабақшада, что такое хорошо, что такое плохо. Сонымен өстік қой бәріміз. Сөйтсек, сол жақсы дегеніміз бұл ешқандай сын есім емес, жақсы деген ол зат есім екен. Және атаулы зат есім екен. Сонда жақсы деген сөз ол элита деген мағынаны береді екен. Элита. Ал жаман деген элита емес. Содан адам өмірге келгеннен кейін әлбетте жақсы өмір сүргісі келеді, элитный өмір сүргісі келеді. Сонда элитный өмір сүру үшін элитный ой ойлау керек екен. Сонда қазақтың жақсы деген элита болып шықты. Біз енді Алла қаласа харекетті кіргіздік қоғамға. Енді осы жақсы деген сөзді кіргізуіміз керек. Неге? Бүкіл жамандық қайдан басталады? Жақсы мен жаманды айырмағаннан басталады. Сонда осы қазақ жұрты, осы біздің қауым қашан жақсы мен жаманды ажырата алмай қалды? Әлбетте өзінің бас бостығын жоғалтып, Орыс империясының құрамына кіргеннен кейін халық бұзыла бастады. Халық талғамы бұзыла бастады халықтың. Сол кезде Сұлтанмахмұт айтады ғой. Бұл дәл Абайдың кезіне, Абайдың өмір сүрген кезіне тұспа-тұс келді. Сол Сұлтанмахмұт айтады, Абай кезі қазақтың бұзылғаны, қаралыққа айналып қызылғаны дейді. Сонда ол халық бұзылған кезде жақсы мен жаманды айыра алмай қалады дейді. Сонда Абай айтады, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузына түстім. Жақсы менен жаманды айырмады. Бірі қан, бірі майлы менде көрдім. Ол ситуация әлі жалғасып келе жатыр. Біз әлі жақсы мен жаманды айыра алмай жатырмыз. Бұл түзеліп кетті деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені осы бір ұртымыз қан, харам, бір ұртымыз май, халал. Міне сондықтан есімізді жию үшін, ал есі жиған халықтың ғана етегі жабылады екен. Етек деген не? Сол етек деген рухани тазалық, халықтың пәктігі. Сонда қазақтың жастары, қыздары бұрын қазақ айтқан жаңағыдай қыздарды мындай бір сөзбен айтқан төмен етектілер деген. Яғни не? Өзінің абыройын сақтаушылар. Ер жігіттерді етегі болады. Ол ер жігіттер не істеу керек дегенде қазақ айтады, ер жігіт етегіне намаз оқу керек дейді. Байқайсыздар ма? Сонда қазір осы харекеттің негізгі мәселесі біздің ұлтымызды сауықтыру. Және мен жаңа бір сөз айттым, жақсы деген сөз, жақсы элита дедік, сонда жақсы адам мен жаман адамның ойлау жүйесі қандай болады дегенде қазақ айтады, жақсы ісінен көреді дейді, жаман кісіден көреді дейді. Сонда егер сіздердің қастарыңызда бір достарыңыз болса, біреуді кінәлай бастаса, ол қандай адам? Ол жаман адам. Біреулер айтады маған, аға сіз қызықсыз, адамның жақсысы болмайды, жаман болмайды, бүкіл адамдар жақсы дейді. Мен айтамын, айналайындар, қазақ айтады, еттің бәрі қазы болмас, иттің бәрі тазы болмас. Иттің де элитасы бар, тазы. Еттің де элитасы бар, қазы. Адамның неге элитасы болмайды? Міне сондықтан осыны элиталық ойлау жүйесі орнаған кезде ғана халықтың тұрмыс тіршілігі түзеле бастайды екен. Яғни жақсы ойлау дегеніміз элитный ойлау. Ол қайдан басталып? Жақсы сөзден басталады. Ал енді жақсы болу үшін не істеу керек дегенде қазақ айтады, біріншіден ажырату керек дейді, жақсы мен жаманды, иә? Өкінішке қарай бізге қазіргі кезде соқыр тауыққа бәрі бидайды, біз ажырата алмай қалдық. Біз өйткені совет үкіметіндегі идеология бізге айтты, адамның жақсысы болмайды, жаманы болмайды деді. Адамдардың бәрі бірдей деді, рас па? Ал біздің жаңағы есімізді жия алмай жатқанымыз неге? Өйткені бізде талғам жоқ. Біз көрінген адаммен бірге жүреміз, көрінген адаммен араласамыз. Ал қазақ айтқан, жақсы болу үшін, элитный адам болу үшін тек қана жақсы адамдармен жүру керек дейді. Қазақта бір сөз бар, жақсымен бірге жүрсең жақсы боларсың, жаманмен бірге жүрсең жын ұрпақсы боларсың дейді. Жақсыға жанас, жаманнан адас деген. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесепат деген. Енді кейде жаманмен араласып қалдың, байқамай қалдың. Не істеу керек?
Сонда қазақ айтады, жапалақ көрсең атып ал, жаманнан басын сатып ал дейді. Ақша төле кәдімгідей. Анау адам сенен құтылу керек. Неге? Өйткені оның саған тигізетін зияны содан құтылатын ақшадан 1000 есе асып кетеді екен. Міне осындай дегдар, осындай бекзат халықтың біз ұрпағымыз. Бірақ өкінішке қарай Есенғали Раушанов бірде неге барыпты ғой? Германияға, содан театр фестивалінен. Ойлаған ғой, Германияға бардым, керемет театр болады, керемет фестиваль болады, керемет, жаңағы супер өнердің үлгісін, бірақ көңіл толмапты. Сонда самолетте ұшып келе жатып айтады дейді ғой. Мұндай жыр жолдар оралыпты Есенғалидың, Раушановтың ойына. Ей, аңғалдық, алтынның үстінде отырып, біреудің күлісіне таңғалдық дейді. Рас па? Біз алтынның үстінде отырмыз. Бірақ өкінішке қарай, отаршылықтың ең зардабы, қазақта бір сөз бар, құлан қағынан жерсе аштан өледі дейді. Біз қағымыздан жердік. Неге? Өйткені отаршылдық сана сіңіп кеткен, сүйегімізге сіңіп кеткен, неге өзімізді менсінбейміз. Барлық басқа жұртта бар сияқты. Өзімізде түк жоқ сияқты. Ал олай ойлайтын ұлттың әлбетте болашағы. Сондықтан ұлт болу үшін не керек деген кезде, ұлт болу үшін сенім керек. Бірінші кімге? Өзіңе сен. Өзіңе сен дейді ғой, айтамыз, біз өзімізге сенуіміз керек. Бірақ қалай сенесің, егер сенің ойлау жүйеңде бүкіл ұғымдар төңкеріліп жатса, сенің ойлау жүйең дұрыс болмаса, сен қалай өзің сенесің? Міне сондықтан харекеттің басты идеясы адамның ойын түзету. Мысалы, бізге айтып келді, осы кезге дейін харекеттің ең басты идеясыларының бірі. Байлық деген жаман деді. Рас па? Байлық жүргенде, ақша жүргенде шайтан жүреді дейді. Айтты ма? Айтып келді. Негіз кедей болған жақсы. Кедей, бірақ бәріміз тең болайық деді. Бұл кейінгі идеология. Ал біздің қазақтың идеологиясы қандай еді? Қазақ айтатын. Бермесе де бай жақсы, жемесе де май жақсы дейді. Міне біздің ата-бабалардың идеологиясы, Несі Жұмабай деген шешен өткен Қызылордада. Сол Жұмабай шешен айтады, нәпсің жаман, боқ жаман. Боқты жусаң кетеді, бәрінен де жоқ жаман дейді. Қазіргі біздің осы бүкіл проблемаларымыз неден? Жоқтықтан сөз. Өйткені жоқ жұтаң адамның ойлау жүйесінде жоқ жұтаң болады екен. Ол кеңінен ойлай алмайды. Неге? Өйткені өзінің ең басты проблемасы, мынау ішіп жеу проблемасы шешіп алмаған адамнан ұлт мәселесі, ел мәселесі, балама елетіне білім берейін деген мәселе көтерілмейді. Неге? Бірінші орында қарын тойдыру, тірі қалу, кредиттен құтылу. Қайта сіздер кеп отырсыздар бұл мысалы. Мысалы, кредиті бар адам театрға бармайды мысалы. Ол ойлайды, театр менің не тегім? Міне сондықтан осыдан құтылудың ең үлкен жолы, ең жақсы жолы өзіміздің ата-бабаларымыздың жолына оралу. Енді харекеттің негізгі идеясы бұл адамды осы өмірде бақытты қылу. Рас? Мысалы, кейбір жаңағыдай теріс ағымдар бедеп айтып, адам негіз осы дүниеде кедей болса, ол дүниеде ақиретте керемет бай болып кетеді дейді. Рас па? Ол алдау. Олар алдайды сіздерді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз хадисі бар, ад-дүние маздырагаттур ахирет дейді. Осы дүниеде, бұл дүние ахиреттің егіні дейді. Бұл дүниеде сен егер раушан гүлін ексең, ол дүниеден сенің алдынан раушан гүл шығады. Егер сен бұл дүниеде тікен ексең, алдынан тікен шығады. Сонда харекеттің басты идеясы қандай дегенде, бұл қазақтың идеясы. Қазақ айтады, жаман адам құдайшыл дейді. Негізгі идеясы сонда, жаман адам құдайшыл дейді. Неге? Неге кедейсің? Құдай кедей дейді. Баядан Абай атамыздың жолаушылап бара жатып, Әйгерімнің ауылына тоқтайды ғой. Сонда бір көкше, тобықтың көкше руынан бір кісіге кіреді. Дірілдеп том, үстінде күн қара суық дейді, үстінде киімі бәрі жыртық, тоңып отыр дейді, бүрсіп. Ал Абайдың әдеті барған жерінде кедейлер жинап, малшы жазыларда солардың ертегін тыңдайды екен Абай. Сосын айтты, көкше ертегі айтшы деді. Сосын айтты,
Абай айтады, кедей ертегі білуші ме, өзіңіз айта беріңіз дейді. Сосын абай жалт қылғанға айтты, сен кім кедей қылған деп айтты. Құдай әкем кедей деп айтты дейді. Әкем кім кедей қылған деп айтты. Оның әкесі кедей болған деп айтты. Оның әкесі неге кедей болған? Білмеймін, Құдай кедей қылғанша деп айтты. Сосын бізге қарап айтты, абай айтты дейді, міне қазақтың әдеті деп айтты. Осы жас кезінде, қайратты кезінде, тас қопарып, тас шайнайтын кезінде, еңбек ететін кезінде уақытын, ойын, күлкімен өткізіп алады да дейді. Кейіннен құлқын тамақ үшін Әйгерім сияқты мал құмар адамдар жалданады деп айтты. Сосын айтты дейді, кедейге қарап, сен естіп пе едің Құдай мал таратып жатыр дегенді? Әлде Құдайдың сенің әулетіңнен жеке шаруашылығы ма екен? Сосын айтты дейді, міне қазақтың әдеті деп айтты дейді. Сосын Әйгерімге қарап айтты, Әйгерім, сен малды жақсы көресің, малды бағатын адамды неге жек көресің? Кәдімгі дұрыс киімдер дегенде Әйгерім қып-қызыл болып кетіп, әбден ашып, жөндем киім алып берді дейді. Міне сонда қарасаңыздар, адамды кедей қылатын сонда не? Адамды кедей қылатын өзінің таным түсінігі. Біз бәрін, жаман адам сонда бәрін кімге жабады? Құдайға жабады. Мағжан айтады, өзінің педагогика деген ғылымында, қазақтың дейді, надан қатындары дейді, баланы бесікке бөлеп тастап, ел қыдырып, өсек айтып, шай ішіп жүргенде, баланың дейді, аузына шыбын түсіп, іші кетіп өледі дейді. Содан айтады дейді, Құдай өзі берді, өзі алып кетті. Ол өзінің надандығынан баланы өлтіріп алғанда шаруасы жоқ дейді. Кімнен көріп тұр дейді? Құдайдан көреді дейді. Сонда қазақ айтып отыр, жаман адам қандай дейді? Құдайшыл дейді. Бәрі Құдайдан көреді. Неге? Өзінің әлсіздігін, өзінің нәпсін жеңе алмаған, өзінің еріншектігін, жалқаулығын, кедейлігін, өзінің өмірдегі бүкіл сәтсіздіктерін Құдайдан көреді.